Әкелері нәпақа табуға кеткен. Ақтөбеде анасы мен 3 баласы өлі табылды. Ақтөбе қаласында жеке тұрғын үйден жас әйел мен оның 3 баласының мәйіті табылды. Бұл туралы Алаш.кз ұлттық порталы хабарлайды. Алматы.тв-ның хабарлауынша, қайғылы жағдай болған сәтте отбасы жалдамалы үйде тұрған. Анасы 11, 6 және 3 жастағы балалармен бірге үйде болған. Ал отағасы нәпақа табу үшін басқа жаққа кеткені белгілі болды. Алғаш болып дабыл қаққан үлкен қызының сынып жетекшісі. Оның айтуынша, оқушы қыз бір апта бойы сабаққа келмеген. Соңғы рет ол өткен дүйсенбі күні байланысқа шыққан. Содан кейін ұстаздар алаңдап, баланың жағдайын білуге кіріскен. Бірнеше мәрте отбасының тұрғылықты мекенжайына барғанымен ешкім есік ашпаған. Ал үйден сұмдық көрініс анықталған. Бүгін тәрбие ісі жөніндегі орынбасарымыз тағы да іздеуге барды. Уақытша үйдің иесінен көмек сұраған. Сөздерінің айтуынша, олар терезе арқылы кіріп, мәйіттерді тапқан, деді орта мектеп директорының оқу тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Айнагүл Тастемирова. Педагогтардың мәліметінше, отбасы тұрмысы төмен, қолайсыз санатта болған. Анасы ішімдікке салынған. Өлімнің нақты қашан болғаны әзірге белгісіз. Алдын ала болжам бойынша, қайғылы жағдайға табиғи газдан улану себеп болуы мүмкін. Газдың таралуы газ жабдықтарын дұрыс пайдаланбаудан орын алған деген нұсқа қарастырылып жатыр. Атылған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін кешенді тергеу және процессуалдық шаралар жүргізіліп жатыр, деді облыстық полиция департаменті бастығының орынбасары Әсет Қалиев. Қадірлі көрермендер, бұл хабарды естігенде кез келген адамның жүрегі ауырады. Бір отбасының бір сәтте опат болуы үлкен қасірет. Әсіресе кішкентай балалардың тағдыры қоғамды бей-жай қалдырмайды. Бұндай жағдайлар бізге тұрмысы төмен, әлеуметтік қолдауға мұқтаж отбасыларға көбірек көңіл бөлу керектігін тағы да еске салады. Мектеп мұғалімдерінің алаңдап іздеп баруы олардың жауапкершілігін көрсетеді. Демек, кейде қауіптің алдын алуда айналаның да рөлі маңызды. Алдын ала газдан улану деген болжам айтылып отыр. Егер солай болса, бұл қауіпсіздік ережелерін сақтаудың қаншалықты маңызды екенін көрсететін ащы сабақ. Қарапайым ғана тұрмыстық немқұрайлылық үлкен қайғыға әкелуі мүмкін. Сондықтан әр отбасы газ құралдарын тексеріп, қауіпсіздік талаптарын қатаң ұстануы керек. Ең бастысы қазір тергеу әділ өтіп, нақты себеп анықталса екен. Марқұмдардың жақындарына сабыр тілейміз. Бұндай жағдай енді қайталанбаса екен деген тілек бар.